Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз интернет желісінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік. Балалар, өткен сабақта сендер информатика кабинетіндегі компьютер алдындағы қауіпсіздік ережесімен танысқан болатынсыңдар. Экранға шығып тұрған суреттердің жоғарғы жақтары номерленген. Номерленген суреттердің қайсысы қауіпсіздік ережесін сақтамай тұр? Дұрыс. Екінші және үшінші суретте қауіпсіздік ережесі сақталмаған. Бүгінгі сабақта үйренетініміз: желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы емес екенін түсіну. Ақпарат, информация, information. Интернет ақпарат сақтайтын және тарататын бүкіл әлемдік желі. Ақпарат қоршаған ортадағы түрлі мәліметтер мен құбылыстар. Интернет бұл жай ғана сіздің компьютеріңізге жалғанған шнур емес. Интернет бұл планетадағы жүздеген миллион қолданушыларды біріктіретін бүкіл әлем десек те болады. Ол әлемді сөзбен жеткізу мүмкін емес тіпті. Дегенмен оны статистикалық мағлұматтарға бөліп қарастыруға болады. Олай болса, кеттік достар. Бір минутта 210 миллион электронды хаттар жіберіледі. Ал YouTube'та болса 150 сағаттық видео жүктеледі екен. WhatsApp'та 50 миллиард SMS хаттар жіберіледі. Ал Skype'та болса 1,5 миллион бейне қоңыраулар жасалады. Twitter'де 1 минутта 400 мың твит жасалып отырады екен. Ал Instagram'да 50 мың шақты әртүрлі суреттер жүктеледі. Ал Google'дан минутына іздеуішке 4 миллион рет сұраныс түседі-міс. Күннен күнге интернет қолданушылар артуда. Мына суреттегі екі оқушы да солардың бірі. Ал интернетті компьютерге қосу үшін модем құрылғысы керек. Браузер бізді интернетпен байланыстыратын программа. Терезеге шығып тұрған 4 түрлі браузерді көріп тұрсыңдар. Олар Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox. Назар аудар. Интернеттегі ақпараттардың өз иесі бар. Олардың рұқсатынсыз ақпаратты алуға болмайды. Интернетті ұзақ пайдаланба, өйткені оған тәуелділік пайда болуы мүмкін. Желідегі кейбір ақпарат сенімсіз әрі пайдасыз. Абай бол. Браузер белгішелері мен атауларын сәйкестендір. Дұрыс. Компьютермен жұмыс. Нұрсұлтан қаласына саяхат жаса. Ол үшін браузердің іздеу жолағына Нұрсұлтан деп жаз. Қала туралы қандай ақпарат алдың? Зерітте, суретте не бейнеленген? Интернеттен Қазақстанның көрікті жерлерін қара, таңдаған жеріне қалай баруға болатынын зертте. Балалар, бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісімен қорытындылайық.